Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Сабақты жалғастырамыз. Математика 3-ші сынып 132-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы бекіту. Судың адам өміріндегі қажеттілігі. Алғашқы шыққан кір жуғыш машине бір рет кір жуу үшін 120 литр су жұмсады. Қазіргі машине 10 рет кір жууға қанша литр су жұмсаса, алғашқы машине 4 рет кір жуу үшін сонша литр су жұмсады. Қазіргі кір жуғыш машина бір рет кір жуғанда неше литр су жұмсайды? Ол үшін балалар, біз алғашқы кір машина бір рет кір жуғанда қанша литр су құртатынын біз білеміз, 120 литр су құртады. Енді біз соны 4-ке көбейтіп аламыз. 480 шығады. Енді біз қазір 10 рет кір жуғанда қанша литр су жұмсаймыз, ал бұрынғы машине 4 рет кір жуғанда сонша литр су жұмсайды. Біз көбейтіп барып келесі бөлу амалын қолданамыз. Сонда қазіргі кір жуғыш машине бір рет кір жуғанда 48 литр су жұмсайды екен. Оқушылар, оқулықтың 7-ші бетін ашып қараймыз. Бізге қысқаша шарты берілген, сол бойынша есеп құрастырып, оны шығарамыз. Біріншісі, динамо хауызында 120 бала бар. Екіншісі, дельфин хауызында белгісіз, бірақ ол динамо хауызына қарағанда 3 есе артық. Хауызға барлығы қанша бала барды? Барлығы хауызға 160 бала барды, оқушылар. Келесі есептің әсі. Балалар 360, бұл ересектерге қарағанда 3 есе кем. Демек, бұл жерде ересектер табу үшін көбейту амалын қолданамыз. Енді бізге қайсысы артық және қайсысы кем екен табуымыз керек. Демек, бұл жерде балалар, есептің сұрағын былай құрастыруымызға болады. Балалар ересектерге қарағанда қаншасы кем деп. Сонда балалар екінші азайту амалы. Демек, балалар ересектерге қарағанда 720-ға кем. Келесі 5-ші есеп. Бұл оқулықтың 8-ші беті. Әлия мен Сырым әр отбасы бір тәулікте қанша литр су жұмсайтын анықтау үшін зерттеу жүргізді. Сырымның отбасында 4 адам, ал Әлияның отбасында 3 адам бар. Зерттеу нәтижесі кестеде берілген. Кестедегі мәліметтер бойынша топтағы оқушыларға арнап сұрақтар құрастыр. Мысалы, балалар, қараңыз, Сырымның отбасында бір адамға 74 литр су жұмсайды. Оның ішінде тамақ пісіру бар, тамақ ішу бар, ыдыс жуу бар, жуынуы бар, кір жуу да және басқа да қажеттіліктер бар. Бір адам 74 литр су жұмсайды. Ал отбасында 4 жан болса, демек күніне 296 литр су жұмсалады. Ал Әлияның үйінде 60 литр су жұмсалады. Оның үйінде 3 адам бар. Демек, Әлияның үйінде 180 литр су жұмсалады деген сөз. Енді балалар, соңғысы балалар, біз сұрақ құрастыруымыз керек. Біз былай құрасақ болады. Сырымның отбасы Әлияның отбасына қарағанда қанша литр су артық жұмсайды? Ол үшін 296 мен 180-ді азайтамыз. Сонда Сырымның отбасы 116 литр суды артық жұмсайды. Ең соңғы балалар 7-ге қараймыз. 7 бұл күрделі теңдеулер. Күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырамыз. 4 пен 2-сінің көбейтіндісі тең 787 мен 347-ның айырмасына. Бұл жерде белгісіз сан 110-ға тең. Орнына қойып тексереміз. Екіншісінде 654 пен y-ның айырмасы 310 мен 2-ның көбейтіндісіне тең. Қарапайым теңдеуге айналдырамыз. 654 пен y-ның айырмасы 620-ға тең. Бұл жерде y 34-ге тең. Сау болыңыз, балалар. Каналға жазылып, және жанында қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Күнделікті сіздерге сабақ салынып отырады.